Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге пиццаның керемет рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл осы рецептегі бойынша дайындайтын болсаңыздар, сіздерде де өте жұқа, дәмді, керемет, яғни пиццериядағы секілді пиццалар шығатынына сенімдімін. Мен бұл жерде 3 түрлі пицца жасадым, яғни біріншісі маргарита, пепперони және де тауық етінен пицца. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 550 грамм ұн, 265 грамм жылы су, 50 грамм жылы сүт, 50 грамм сұйық май, 15 грамм қант, 6 грамм ашытқы, яғни дрожжи, 15 грамм тұз қажет. Ыдысымызға ең алдымен жылы суды, жылы сүтті, қантты, дрожжіні және де тұзды қосып араластырып аламыз. Артынан сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз, яғни қантымыз, тұзымыз ерігенге дейін. Келесі этапта ұнды аз мөлшерде қоса отырып, қамыр илейміз. Дәл осылай аз мөлшерде қосып отыруымыз қажет. Басында дәл осылай лопатканың көмегімен араластырамыз, кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды көрсетілген мөлшерден көп салып қоймаңыздар. Егерде көп салып қоятын болсаңыздар, қамырымыз қап-қатты болып, дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Ал ондай жағдайда біздің пиццаларымыз да дұрыс шықпай қалады. Осылай ұнды аз мөлшерде сала отырып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымызды жақсылап иледік. Осылай жұмсақ болып дайын болуы қажет. Және де бөлек 50 грамм ұнды қамырымызды жайғанға дайындап қоямыз. Қамырдың бетін жауып 1 сағат уақытқа қалдырамыз. Қамырымыз көтерілгенге дейін салмасын дайындаймыз. Мен салмасына шұжықты, қызанақты, бұрышты және де маринадталған тауық етін қосамын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша дайындасаңыздар болады. Және де міндетті түрде сырдан моцарелланы қолдануымыз қажет. Мен эмир моцарелласын қолдандым. Соусын жасау үшін сацебели соусын қолданамыз. Мен 5 пицца жасайтын болғандықтан 500 мл соустың барлығын құйдым. Артынан міндетті түрде орегано дәмдеуішін қосамыз. Бұл дәмдеуіш ерекше дәм береді. Және де өз қалауларыңыз бойынша қант қосасыздар. Мен ашты болмас үшін 3-4 ас қасық қант қостым. Кейін орташа отта суы тартылғанға дейін пісіреміз. Міне дәл осылай суы тартылуы қажет. Соусымыз дайын болды. Тауық етінен пицца жасау үшін ең алдымен тауық етін маринадтап аламыз. Ол үшін дәміне қарай тұз және де кез келген өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіш және соевый соус қажет. Соевый соус 1-2 ас қасық құйсаңыздар жетеді. Одан кейін бетін жауып маринадтауға қоямыз. Бір сағат уақытымыз өтті, қамырымыз көтерілді. Ендігі кезекте қамырымызды таразымен өлшеп бөліктерге бөлеміз. Менің табам 30 сантиметрлік болғандықтан мен 200 граммнан бөліп алдым. Видеода жазылған бойынша сіздер өз табаларыңыздың размеріне қарай әр бөлікті өлшеп алуларыңыз қажет. Сол кезде сіздердің барлық бөліктеріңіз бірдей жұқа болып шығады. Бұл қамыр 5 пиццаға арналған. Егерде қамыр артылатын болса, морозильникке салып, 1 айдың ішінде кез келген уақытта пісірсеңіздер болады. Әр пиццаны пісірер алдында табамызға ұн сеуіп, артық ұнды алып тастаймыз. Әр бөлігімізді жұқалап жаямыз. Қамырды табамызға қойып, ортасын шетке қарай жұқартамыз.
Шеттерін дөңгелетіп, барлығын бірде әдемі бортики жасап шығамыз. Дайын қамырымыздың үстіне ең алдымен 2 ас қасық соусымызды құямыз. Артынан сырымызды сеуіп, кез келген өздеріңіз қалаған қоспаны қосамыз. Мен бірінші пиццаны шұжықпен жасадым. Қызып тұрған пеште 250 градуста 5-6 минут әрқайсысын пісіріп аламыз. Мінеки бірінші пиццамыз пісіп шықты. Екіншісінде дәл солай 2 ас қасық соус, сыр және де кез келген қоспа, менде бұл жолы қызанақ. Қызып тұрған 250 градуста 5-6 минут пісіреміз. Менде келесі пицца тауық етінен соусымызды құямыз, сырымызды себеміз және де тауықпен мен бұрышты қостым. Міне барлық пиццаларымыз пісіп шықты, қараңыздар қандай керемет болып пісті. Дәмі де өте ерекше, дәл пиццериядағыдай. Қамыры өте жұмсақ әрі жұп-жұқа. Және де ең бастысы пиццаларымыз табаға жабыспайды, ешқандай да май жағып немесе пергамент қоюдың қажеті жоқ. Міндетті түрде таразыларыңыз болса, сіздердің де пиццаларыңыз дәл осылай керемет болып шығады. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарийға қойсаңыздар болады, мен міндетті түрде жауап беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Мадина. Астарыңыз дәмді болсын.